Бастың бұлшықеттері мускуликапитис эмбриональдық даму және де атқаратын қызметіне қарай үш топқа бас-сүйек қақпағының бұлшықеттері мускулюс эпикраниус, сонымен қатар ымдау бұлшықеттеріне және шайнау бұлшықеттеріне бөлінетін болып саналады. Бірінші бас-сүйек қақпағының бұлшықеті мускулюс эпикраниус. Бұл жалпақтау келіп, бас-сүйек қақпағын жауып орналасқан апоневротикалық табақшадан құралатын болып саналады және орналасуына қарай шүйде маңдайлық апоневротикалық табақшадан және самай төбелік бұлшықеттен құралатын болып саналады. Бірінші шүйде маңдайлық бұлшықеті мускулюс акципитофронталис. Бұл маңдай сүйектің жоғарғы қастық доғасы, аркус суперцилиарис және де шүйде сүйегінің линия нокха супрема аралығында басталып, апоневрозға ұласатын болып саналады. Және де бұл бұлшықеттің орналасуына қарай маңдайлық қарыншасы вентер фронталис және шүйделік қарыншасы вентер акципиталиске бөлінеді. Бұлшықеттің қарыншалары бір-бірімен өзара жалпақтау келген мына апоневрозды табақша арқылы жалғанған болып саналады және апоневроздық табақша бұл бастың терісімен шектеліп, дәнекер тканімен өте тығыз байланысқан болып саналады. Яғни бұлшықет қарыншаларының жиырылуы кезінде шаштың апоневрозды табақшасы алға немесе артқа қарай жылжуы дәл осы бұлшықеттің әсерінен болып табылады. Келесі бұлшықет бұл самай төбе бұлшықеті. Мускулюс темпорапариеталис деп аталады. Ол бас сүйектің самай бөлігінде орналасқан болып саналады және бұлшықет талшықтары құлақ қалқанның шеміршегінің алдыңғы бөлігінен басталатын болып саналады және жоғары қарай өтіп бастың апоневрозды табақшасына қарай ұласады. Және де бұл бұлшықеттің қызметі шүйде бөлігінің қарыншасы жаңағы жиырылған кезде бастың терісін артқа қарай жылжытса, керісінше жаңағы бұл бұлшықеттің маңдай қарыншасы жиырылған кезде көздің саңылауын бадырайтып, көздің қабағы мен қасты көтереді және беттің бір нәрсеге таңғалған кейпін көрсететін болып саналады. Жалғастыратын болсақ, ендігі құлақ қалқанның маңындағы бұлшықеттер келесі біздің қарастыратынымыз. Жалпы құлақ қалқанның маңында орналасқан бұлшықеттер топографиялық орналасуына қарай алдыңғы орналасқан бұлшықеттер, жоғары орналасқан бұлшықеттер және артқы орналасқан бұлшықеттерге бөлінеді. Қызметі жағынан бұл бұлшықеттер өшіп бара жатқан бұлшықеттерге жатады. Бірінші құлақ қалқанның алдыңғы бұлшықеті мускулюс аурикулярис антериор деп аталады. Ол самай бұлшықетінің фасциалық қабықшасымен шүйде маңдайлық бұлшықеттің апоневротикалық табақшасынан бастау алады, төмен және де артқа қарай бағытталып, мына құлақ қалқаны шеміршегінің алдыңғы бөлігіне барып бекиді. Негізгі қызметі құлақ қалқанын алға қарай қозғалту болып табылады. Келесі бұлшықет бұл құлақ қалқанның жоғарғы бұлшықеті мускулюс аурикулярис супериор. Ол шүйде маңдай бұлшықетінің апоневрозды табақшасынан бастау алатын болып саналады және де төмен қарай бағытталып, құлақ қалқаны шеміршегінің жоғарғы бөлігіне қарай барып бекиді. Жалпы бұл бұлшықет талшықтары самай төбе бұлшықеттері талшықтарынан дербес орналасқандығын түсінуіміз қажет. Негізгі қызметі құлақ қалқаны жоғарғы тартумен қатар, мына бастың апоневротикалық табақшасын, яғни галия апоневротиканы керу қызметін атқарады. Келесі құлақ қалқаның артқы топ бұлшықеттері мускулюс аурикулярис постериор. Ол желкелік бұлшықеттердің шандырынан фасция нукхадан бастау алады және алға қарай бағытталып, құлақ қалқаны терісінің артқы бөлігіне қарай бағытталатын болып бекитін болып саналады барып. Негізгі қызметі құлақ қалқанын
артқа қарай тарту болып табылады.